Шерхан? Бота қайда? Бота қайтты. Ботадан кейін сізді таппай қалдық қой эфирден. Мен өзімді таппай қалған сияқтымын сол Диана. Бақыттысыз ба? Күтпедім негізі. Енді құда балаға не дейсіз? Құда балаға мен таңғалам кейдеші. Не істеп жүрсің негізі Мағжан ау. Бірде бұлау мынандай дедің, бірде компьютерный клуб дедің, бірде бір басқаша. Сенде не болып жатыр? Жоқ, компьютерный клуб болғанда мынандай ғой. Негізі менде мынандай ой болған, компьютерный клубқа барған кезде ше. Екеуі негізі вроде нормально дос екен деп ойлағанмын. Мен келесі білмеймін ғой. Бүйтіп сырттан байқаған кезде и содан типа шығарып берші деген сияқты айтайын деп ойлағанмын негізі. Ол әзілмен ғой. Негізі Диана ханым айтайын, енді бәрі айтып жатыр өз пікірлерін, ол енді өзінің пікірлері әрқайсының. Менің өзім таңдауым, өзім пікірім сол. Просто мынандай да еңлікпен сөйлестік қой, енді осында келдік, сөйлесіп жүрік, одан бір кішкене андай не байқайсың да? Адамгершілігі, былайынан қылықтары, сөйлескен сөздері бәрі андай өзіне қарай тартады да. Еңлік? Иә. Енді алдында да айтты ғой, не жерде любовь с первого взгляда деді ма, не деді? Сондай ғой, негізі оның бәрі басқаша ойлап жүріп та, енді Диана ханым бір енді музыкамен бірдеңе айтып отқан кезде араласа Естиді ғой. Естеді енді сол. Негізі сол енді. Сөйтіп? Сол қыз негізі қылықты, сөйлеген сөздері, адамға деген сыйластығы, енді өзі бүйтіп енді жылу. Алан ше, Алан. Енді Алан білмеймін ғой. Енді просто бұмен қызбен өзімен сөйлескен кезде үміткеріне енді ешқандай үміткеріне қарап, үміткеріне деген бір ешқандай андай жылулық көрмеймін де. Жылулықты наоборот маған беретін сияқты. Әлде өзі айтты ма үміткермен бізден түк шықпайды деп? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Просто андай да, не істеп жатсың десем, сол үйдемін дейді. Не істеп жатсың деп кешкісін жазамын ғой, енді үйге барғаннан кейін істесем, үйдемін дейді да. Сол үміткерінше десем, жоқ, кездескен жоқпын дейді. Содан кейін сол өзім кішкене не алғам ғой. Значит, Еңлік. Үміткер бар болғанына қарамастан Мағжан ортаға шығып бір сезімдерін білдіріп жатыр. Соған қарағанда сіздерде бәрі екі тараптан болған сияқты. Жоқ, негізінде Жоқ, Диана ханым, негізінде бұл кісі маған просто не істеп жатсың деп қана жазады үйге барғаннан кейін. Мен жауап беремін. Мен жауап бермей қойып, ондай болмаған. Мен кім жазса да жауап беремін. Жандоста жаз. Енді сен кәсек қатып отқан жоқпын, просто сен де иногда жазып қаласың ғой, сол кезде де ответ беремін деген сияқты ғой. Ол жерде менде ешқандай не жоқ бір. Не жоқ? Мен ешқандай магаға деген әлі ештеңе жоқ. Бірақ үміткерім бар кезде мен пока ешқандай нәрсе айта алмаймын. Сіз не істейсіз Мага, соңғы сөзіңіз? ойланып көрсін енді. Күтесіз бе? Иә. Үміткермен таныстықтың жалғасуын, жалғаспауын артын бағасыз. Күтесіз.